Қазақстан командасы спорттық акробатикадан әлем кубогының күміс жүлдегері атанды. Польшадағы жарыста Дил Даниэл мен Вадим Шуляр жұбы екінші орыннан көрінді. Әлем кубогына Қазақстан атынан 2 спортшы ғана қатысты. Алматыда тас жолдағы велоспорттан Азия чемпионаты басталды. Құрлықтың 29 елінен жиналған 614 спортшы 29 медальдар жиынтығын сарапқа салады. Бүгін жарыс жолына алғашқы болып аралас эстафетадан элиталық топтың мықтылары анықталды. 40 шақырымдық сайыста Қазақстан құрамасы Азия чемпионы атанды. Біздің қыз-жігіттер қашықтықты 51 минут 8 секундта бағындырды. Евгений Федоров, Дмитрий Груздев, Игорь Чжан, Рината Султанова, Махаббат Үмітжанова және Фаина Потапова командалық сында топ жарды. Өзбекстан екінші, Гонконг құрамасы 3-ші орынға ие болды. Велоспорттың барлық түрлерінен Азия біріншілігі өтіп жатыр. Бұл ерлер, әйелдер, жасөспірім қыздар мен ұлдар арасында және пара велоспорт несінен өтіп жатыр. Және әуесқойлардан да халықаралық жарыс өтпекші. Ролан Гаррос турнирінде жасөспірімдер арасындағы жарысқа көз тігеміз. Әмір Омарханов жұптық сында ширек финалға шықты. Қазақ теннисшісі ресейлік Тимофей Дерипаскамен бірге екінші айналымда турнирде топ жарудан дәмелі мықтылардың бірі Чарли Камю, Хайден Джонс жұбынан басым түсті. Франция, Австралия теннисшілері осы жарыстың 5-ші нөмірлі ойыншылары болып тіркелген еді. Қорытынды есеп 7-6, 6-2. Қыздар арасындағысында Соня Жиенбаева мен Асылжан Арыстанбекова алғашқы айналымнан аса алмады. Қазақстан атынан Париж Олимпиадасына 8 дзюдошы қатысады. Жазғы ойындарға лицензия арнайы рейтинг бойынша беріледі. Қазір құрамадағы 8 балуан осы қағидаға сәйкес келеді. Ерлер 5, әйелдер 2 салмақта белдеседі. Қосымша командалық жарыс бар. 66 келіде Ғұсман Қырғызбаев, 73 келіде Данияр Шамшаев, 81 келіде Абылайхан Жұбаназар және 100 келіде Нұрлыхан Шархан татамиге шығады. 60 келіде кім баратыны ертең анықталады. Әйелдер арасында Абиба Абужақынова мен Камила Берліқаш және командалық сында Есмигүл Күйілова бар. Футболдан Қазақстан жасөспірімдер құрамасы Өзбекстанмен жолдастық кездесу өткізеді. 17 жасқа дейінгі өрендердің ойыны 8 және 11 маусымға жоспарланған. Матч Ташкент қаласында өтеді.